Адам асқазанын үшке бөлсін дегенді естігенсіз бе? Бұл туралы біздің дінімізде де, тарихта да, әдебиетте де айтылған. Асқазанның үштен бірі тамаққа, үштен бірі суға, үштен бірі ауаға қалуы керек. Сондықтан асқазан толғанша тамақтанудың қажеті жоқ. Ал тағаммен бірге су ішу қажет пе, жоқ па деген сұраққа әркім әрқалай жауап береді. Тамақ жегеннен кейін асқазандағы тамақты ыдырату үшін асқазаннан тұз қышқылы бөлінеді. Ал қаншалықты тұз қышқылы бөлінетіні ол жеген тағамның көлеміне байланысты. Егер құрғақ тағам мен құрғақ қышқылды араластырсақ, ештеме болмайды, себебі организмдегі барлық химиялық реакциялар сұйық ортада болады. Сондықтан неғұрлым сұйықтық көп болған сайын, соғұрлым тұз қышқылы асқазандағы тағамды жеңіл ыдыратады. Сондықтан тамақтанып жатқанда, тамақтан кейін бірге бір пропорционалды түрде су ішуді ұмытпаңыз. Артық тамақ асқазанды қысады, қорыту ауырлайды, адам өзін шаршаңқы сезінеді. Неліктен адам көп тамақ жеген уақытта ұйқысы келіп өзін шаршаңқы сезеді? Себебі организмдегі энергияның көпшілігі асқазандағы тағамды қорытуға жұмсалады. Тамақты асықпай, жеткілікті мөлшерде ғана жеңіз. Тоймай тұрып су ішуді ұмытпаңыз.